Көктем қазақ орта мектебінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылдың 13 тамызындағы нөмірі 345 бұйрығына сәйкес биылғы 2020-2021 оқу жылында білім алуды ұйымдастыру санитарлық эпидемиологиялық жағдайларға байланысты қашықтық форматта және кезекші сыныптарда ұйымдастырылуда. Мектебіміз бойынша 522 оқушы болса, бүгінгі таңда бастауыш сыныптарда 244 оқушының 178-і кезекші сыныпта, қалған 66 оқушы және 5-11 сыныптар аралығындағы 278 оқушы қашықтықтан білім алуда. Оқушылар кезекші топтарға ата-аналардың өтініші бойынша қабылданды. Ауданның бас мемлекеттік санитарлық дәрігерлерінің келісімі бойынша жергілікті атқарушы органдардың шешімдері негізінде санитарлық талаптар қатаң сақталып, үнемі бақылауға алынуда. Күнделікті жұмысқа 15 минут бұрын ертерек келіп, оқушыларды қабылдаймыз. Және оқушылардың арнайы белгілерді, арақашықтықты сақтауын, антисептикпен қолдарын тазалауын, бетперделерді үнемі киіп жүруін және 2 сағат сайын ауыстырып отыруын қадағалап отырамыз. Әрбір сабақты санитарлық талаптарға сай өткізіп, сабақ аяқталысымен оқушыларды үйлеріне шығарып саламыз. Мектептегі салы жолақ кіруге арналған, ал жасыл жолақ шығуға арналған, ал қызыл белгі басуға болмайды. Сыныпта арақашықтықты сақтаймыз, қызыл белгі бар жерге отырмаймыз. Үнемі бетперде киіп жүреміз және 2 сағат сайын ауыстырамыз. Үнемі мектепке, сыныпқа кірген кезде қолымыздан антисептикпен тазалаймыз.